ерекше балалардың ата-аналар одағының төрайымысыз. Осындай одақтың ашылу мақсаты, бүгінгі күнде атқарып жатқан міндеттер қандай? Менталдық бұзылыстары бар сөйлемейтін балаларға қандай көмек қолдау көрсетіледі? Өкінішке орай ешқандай. Бір ананың жан айқайы. Мен де ана бір ана сияқты оны этаждан тастап артынан өзім құлап өлгім келеді. Барлық адамдардың үрейі қашып, біз өліп қалсақ балаларымызға не болады деген қорқыныштан пайда болған одақ. 18 жасқа толғаннан кейінгі балалардың болашағы туралы, ол болашақтарына қандай да бір жақсы тұстарын әсер ету туралы қандай жұмыстар атқарып жатыр одақтарымызда? Ата-аналар тіпті білмейді де баласының проблемасы бар. 738 мыңнан астам мүгедектігі бар жандар бар. Олар кәдімгі любой рекламный билбордқа түседі. Рекламаға түседі, тіпті олар жұлдыз бола алады, дербес өмір сүре алатын мүмкіндік алады. Балаларыңызға осындай керемет мүмкіндік жасайын десеңіздер, біздің одаққа келіңіздер, қосылыңыздар. Осындай модельдерді болашақ фабрика звезд дейді ғой, жұлдыздарды шығарайық. Өздеріне антидепрессант ішетін мысалы, аналар бар. Невропатологқа барғанда өздерінің дәрі сұра алатын аналар бар. Сен балаңды алып емдете бермей, бала да шаршайды. Анасы қалай жауапты балаға, әкесі тура дәл сол. Аналарға қолдау қандай болады? Жылда бізде мысалға 10 балаға дейін қайтыс болып кетеді. Менің көрген сайын анамның жаны қиналады екен, значит мен оны ауыртпалық, не құдай мені алып кет деп тілейді ондай балалар. Тіпті мен сізге айтайын. Армысыздар, мен есімім Махлима, мен ерекше баланың анасымын. Бүгінгі біздің ерекше подкастымыздың қонағы ерекше балалар ата-аналар одағының төрайымы Рауана Сағадиева ханым. Келгеніңізге үлкен рахмет. Ерекше подкастымызды бастамас бұрын біздің подкастымызға бүгінде демеуші болып отырған адамның дене мүшесіне, аяғына, арқасына, барлығына массаж жасап, өзіне кереметтей әсер алатын, денсаулығына пайдалы матрастар сататын Айлуни дүкеніне үлкен алғысымызды айтамыз. Алғысымызды айта отырып, енді подкастымызды бастаймыз. Бүгінгі подкастымыздың қонағы Алматыны ат терлетіп келді. Яғни бүгін бізде өте ерекше подкаст болайын деп отыр. Өйткені сіз ерекше балалардың ата-аналар одағының төрайымысыз, сонымен қатар арт-терапевт, психологсыз, ата-аналардың жанын ерекше ана ретінде де, ерекше балалардың ата-аналар төрайымы ретінде де жақсы түсінесіз деп ойлаймын. Ең алғашқы сұрағым, осындай одақтың ашылу мақсаты, бүгінгі күнде атқарып жатқан міндеттер қандай? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті Ақлима ханым, үлкен сізге алғысымды білдіргім келіп отыр. Арнайы осылай подкастқа шақырып, осындай көптеген өзекті мәселелерді көтеріп жатқан сіздің бастамаңызға, жобаңызға сәттілік тілеймін. Көбірек қолдаушылар көңіл аударып, осындай әлеуметтік маңызы жоғары жобаларды қолдасаңыздар, нұрдан нұр болар еді деп айтқым келіп отыр. Енді сіз өзіңіз ерекше ана болғандықтан түсінетін шығарсыз, білетін шығарсыз. Кез келген жоба, сәтті жоба, жарқын жоба, көзге көрінер бір әйгілі адамдар, жобалар неден басталады дейді. Мен әр уақытта айтам, екі нәрседен басталады. Ол үлкен махаббатпен, үлкен бір ауыртпалықтан басталады деп. Өзім ерекше баланың анасы болғандықтан, қазіргі таңда менің осы 5 жылдан астам өмірімнің барлық мәні, бағыт-бағдары осы әлеуметтік салада жүріп келе жатыр. Соның ең үлкен бір түйіндісі, үлкен бір мағыналы жобаның бірі. Өзім 9 ай 9 күн толғатып туғандай жобам 3,5 жыл болды. Бұл республикалық қоғамдық бірлестік, ерекше балалардың ата-аналар одағы. Оның мақсаты бүкіл осы Қазақстандағы ерекше балалар тәрбиелеп отырған отбасыларды басын біріктіру. Кешенді көмек қолдау көрсету. Өйткені өкінішке орай біздің тек қана ерекше қажеттілігі бар, немесе мүгедектігі бар балалар ғана мұқтаж емес көмекке және құқын қорғауға. Мен оны ерекше айтамын, стигмаға, яғни шектеуге, дискриминацияға, буллингке шалдығатын өкінішке орай біздің ата-аналарда, біздің дені сау балаларымызда. Не себепті? Себебі мысалға қазіргі таңда 3,5 жылдың ішінде біз мен сияқты аналарды біріктіріп, осы бүкіл Қазақстан бойынша 15 филиалымыз бар. 7
өкілеттілігіміз бар, представительство дейді, яғни бүкіл Қазақстанды қамтимыз. Және республикалық атау алған да себебіміз сол. Біздің мысалға заңды бір ресми филиалымыз болмаса да, маған кез келген бір ауылдан хабар беріп, Рауан ханым, маған көмектесіңізші, менің жаңағы құқым тапталып жатыр, қорғаңызшы деп мысалға егер маған жүгінетін болса, мен оларға көмектесетін заңды түрде менің мен оларға көмектесе аламын. Және де біздің одағымыз 22 жылы қаңтардан кейін құрылды. Қаңтарда бүкіл бәрі оны тарихта қалатын, есте қалатын, өкінішке орай сондай сәт болды Қазақстанда, әсіресе Алматыда. Барлық адамдардың үрейі қашып, біз өліп қалсақ балаларымызға не болады деген қорқыныштан пайда болған одақ негізінде. Өйткені сол жаңағы кәдімгі қарулы оқ атылып жатқан кезде біз баламызды орталықтан алып кеттік дағы. Менде жаңағы өзім кәсіби психолог болғандықтан мен өзімнің состояниемді айта аламын. ПТСР состояниесі, посттравматический синдром деген сияқты. Мен қатты жылап, күйеуім мені жаңағы қолдау көрсетіп, не болды деп сұрағанда мен айттым, біз осындай жағдайда біз өліп қалсақ, біздің Алиханымызға не болар еді деп, мен жаңағы өзімді тоқтата алмай, ол сабырға кел, енді не істейміз, пешене жазғанын көреді, ағасы бар деген сияқты. Бірақ ол біз мысалы дені сау баламыз, ағасы, ол міндетті емес, ол оның баласы емес деген сияқты. Енді не істей аламыз деген кезде мен ойыма келген идеямды айттым. Сол себепті мен әр уақытта айтамын, адамға келетін кез келген ой, ол Алланың берген бір шабыты, ойы, идеясы, оны іске асыратын. Аллах тағалам егер кез келген керемет бір идея келетін болса, оны істеңіздер, сеніңіздер. Өйткені кез келген идея, ол Аллах тағала оған көмектесетін адамдарды да, мүмкіндіктерді ашып береді. Сол кезде маған бәрі, ой, ол утопия, Рауан, сен қолынан ешнәрсе келмейді, сен құрай алмайсың, бастарын қоса алмайсың деген кезде мен ешкімді тыңдаған жоқпын. Қазіргі таңда бізде 200 WhatsApp чатымыз бар, 50 мыңнан астам отбасы отырады, көмек алады. Былайша айтқан кезде Қазақстандағы ең үлкен осындай одақтың біріміз. Біз айтамыз, бұл кәдімгі үлкен бір отбасы сияқты сообщество. Біздің мақсатымыз бірімізге ең бірінші осы WhatsApp чат арқылы ақпараттық, танымдық көмек беру. Өйткені сіздер білесіздер, ең бірінші былайша айтқан кезде сол қорқынышымыздан біз өліп кетсек баламызға не болады. Ащы болса да шындықты айта кетейін, Ахлима ханым, егер рұқсат етсеңіз. Өкінішке орай біздің елде, жалпы бүкіл әлемде, егер ата-ана осында ерекше қажеттілігі бар баламенен мысалға өзі жағдайласып, егер жағдайын жасай алмаса, ол заңды түрде одан бас тартып, ол мемлекетке өтеді ол бала. Сөйтіп оның заңды опекуны мемлекет болады. Сонда мемлекет ол баланы қайда орналастырады? Кез келген бала болсын, 18-ден асқан, үлкен болсын, жаңағы ЛСИ дейді ғой, лицо с инвалидностью. Олар өздерінің жабық интернат немесе психодиспансеріне, яғни мүгедектігіне қарай жабық сондай жаңа мекемеге отырғызып қамап тастайды. Және де ол жерде мысалға әсіресе менталдық бұзылыстары бар сөйлемейтін балаларға қандай көмек қолдау көрсетіледі? Өкінішке орай ешқандай. Ол баланы ешкім түсінбейтін болғандықтан ол бала ашуланады. Ол ашуды, агрессияны білмейтін мамандар, білмейтін адамдар, бұл бізге қауіпті, бұл шабуыл жасайды деп, оны не істейді? Нейролептикалық психотроптық препараттар береді дағы, өкінішке орай оның кері әсері бар. Ол мысалға баланың бүйрегін, бауырын, жүрегін отырғызаттағы, өкінішке орай ондай мекемелерде ондай адамдар ұзақ өмір сүре алмайды. Ары кетсе 5 жыл, 7 жыл олар өкінішке орай өліп кетеді. Сол себепті сондай қорқынышты нәрсе болмау үшін осы біздің бала сияқты басқа да осы Қазақстандағы осындай бала тәрбиелеп отырған отбасылар осы мәселені шешіп балаларын әлеуметтендіруге қол ұшын беріп, оларды құқықтық аясында сауаттылығын көтеру, оларды түзету, дамыту осы программасы, жоспары, бағдары бойынша қалай ата-ана бірінші көмектесе алады? Себебі бұл дүниеде де, ана дүниеде де балаға жауапты кім? Ата-ана. Сол себепті осы өзіміздің, менің, күйеуіміз екеуміздің өткен жолымызды
үлгі ретінде көрсетіп, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген сияқты, мен осындай жағдайда отырған ата-аналардың басын қосып, біз өз тағдырымызды, өз осы жан айқайымызды жеткізейік, көрсетейік. Және де сіздер қорықпаңыздар, сіздер жалғыз емессіздер. Сіздерге көмек беретін, қолдау көрсететін орта бар, одақ бар, бірлестік бар. Бірге алынбайтын қамал жоқ, бірге көп мәселелерді шеше аламыз. Соған орай біз мысалға 2023 жылы әлеуметтік кодексті Қазақстандағы шығарылып жатқан кезде соған біз атсалыстық. Өйткені қазіргі таңда айтып жатырмын ғой, Қазақстанда бізде ең үлкен эксперттік алаң, біз ата-аналардан кәдімгі сауалнама ала аламыз. Қазақ тілінде, орыс тілінде, яғни шынайы қажеттіліктерді аламыздағы, соны біз нақты жаңағы ұсыныстар бағдарламасын жасап президентке дейін жеткізгенбіз. Есіңізде болса, 3 жыл бұрын мысалға ерекше бала, ерекше ата-ана деген ұғым болмаған. Оны да бір біз президентке ұсыныс жасаған бізбіз. Содан бері қазір мысалға мүгедек баланың анасы демейді. Өте нәзік, өте сондай ерекше ана, ерекше ата-ана, ерекше бала деп сөйлейді. Мен ойлаймын, бұл да үлкен бір өзгерістердің бастамасы. Өйткені бөлектемеу керек, шектетпеу керек. Әр адам туғаннан ерекше өзіне тән, басқаға ұқсамайтын оның бір ерекше қасиеті бар. Сол себепті біз бөлмеуіміз керекпіз. Және де біздің мақсат осы балаларға мүмкіндік беру, әлеуметке қосу, одан бөлек жаңағы әлеуметте жұмыспенен қамтамасыз ету арқылы ата-анасы қайтыс болған кезде ерекше қажеттілігі бар балалар мемлекеттен берілетін мысалға нақты жәрдем ақыдан бөлек ол жұмыс жасап, өзінің кәсібін жасап, ақшасын тауып отыратын мүмкіндікке жетсе екен деген мүмкіндік. Сол арқылы біз басқа да бизнес саласындағы адамдарменен де жаңағы мемлекеттік жаңағы органдармен де жұмыс жасап жатқан себебіміз сол. Ол балалар, ол адамдар, олар да ең басты кез келген мүгедектің артында кім тұрады? Адам тұрады. Және оған жеке подход жасай арқылы оның ол былайша айтқан кезде ерекше балалардың, адамдардың оның миы тек қана басқаша ғана жұмыс жасайды. Егер оның миының жұмысын қалай жасайтын, оның жан дүниесі қандай серпінде тербеліп тұратынын түсінген адам оған дұрыс қарым-қатынас жасай алады, және де ол қауіпті емес. Оны біз осы өзіміздің Алматыда, басқа қалаларда ашылып жатқан әлеуметтік күндізгі орталықтарда, дамуды түзету орталықтарда біз оны дәлелдеп келе жатырмыз. Сөйлемеген балалар сөйлеп кетіп жатыр. Өзіне жаңағы тамақ жеп, қасық ұстап, қалам ұстап, жазып, үйреніп, өлең айтып, сөйлеп, былайша айтқан кезде адам қатарына қосып келе жатқан жағдайымыз бар. Қысқаша осы. Түсінікті. Енді осы уақытқа дейін ерекше аналар бір кісілерге келіп көмек сұрағанда қандай да бір болады ғой. Есіңізде қалатын осы ауыр жағдай ата-аналар сондай бір қызықты болғанда, қалай айтсам, сондай бір сәттер ойыңызда есіңізде бар ма? Жаңағындай болады ғой, бір өте бір ауыр жағдаймен келген ата-аналар. Ең ауыр сәттердің бірі болғанда болып жатады да күнде біздің чаттарда бір ананың жан айқайы. Мен баламды не істерімді білмеймін. Мен де ана бір ана сияқты оны этаждан тастап артынан өзім құлап өлгім келеді. Мен бұл тозақтан шаршадым. Бір аналар, мен ұйықтап қазір азанда оянбасам екен деймін. Мына тоқтаса екен деймін. Қазір де айтып отыр, мен денем шымырлап жатыр. Ол не деген ауыртпалық, не деген жан айқай. Өйткені мына тозақ бітсе екен, мынау кошмарный сон бітсе екен, мен таңертең тұрып бәрі басқаша болса екен деген армандаймын дейді. Бұл нені білдіреді? Ең бірінші біздің мақсат ата-ана алғашқы рет баласын диагнозыменен естіген кезде қолдау тапса екен. Өйткені өкінішке орай қазіргі таңда біздің елде осы біздің одағымыз сияқты басқа да мемлекеттік емес ұйымдардың арқасында қазір 3,5 жылдың ішінде керемет өзгерістер болып, қазір жаңағы орталықтар пайда болып жатыр, осы ата-аналарға көмектесетін, қолдау көрсететін деген сияқты. Бірақ ол аз. Өйткені мемлекетте ортақ, единый дейді ғой, портал жоқ, ақпараттық справочный колл-центр жоқ. Мысалға ата-ана диагнозын білді, ол қай дәрігерге баруды білмейді.
неден бастауды білмейді, қандай анализ тапсыруды білмейді, тіпті мүгедектікті қалай рәсімдеуді, ондай ақпарат еш жерде жазылмаған. Жалпылама айтады да қояды. Ал бірақ менен мысалға алғаш кәдімгі ол алғаш сен онымен бетпе-бет болған кезде сен кәдімгі жаңадан жүріп бастап келе жатқан сәби сияқтысың. Саған нақты ақпарат беретін адам керек, орталық керек және кәдімгі алгоритм, маршрут керек. Соны ата-аналар біздің чаттардан табады. Біздің чаттарда біз сияқты аналар отырады. Және де біздің жаңағы осы ата-аналар одағының ерекшелігі, біз жасқа бөлмейміз. Біздің философиямыз, біздің балаларымыз бала болып қала береді, ата-анасы тірі болғанша. Өйткені бізді бала деп кім айтады? Ата-ана ғана айтады. Және де біз диагнозды бөлмейміз. Біздің статистикада 22 диагноздан астам әртүрлі ауруға жаңағы мүгедектігі бар балалар, үлкендер. Ең үлкен баламыздың жасы 48-те, анасы 72-те. Бірақ оның ақыл-ойы кемістігінен ол 3 жасар баланың жаңағы менталдық дамуындағы үлкен 48 жасар, ол физиология тұрғыдан жаңағы үлкен адам сияқты, бірақ кішкентай бала сияқты. Одан бөлек жаңағы ең жаңағы ауыр тақырыптардың бірі және жанайқай, бізге 50% аналарымыз жалғыз басты. Ең осы біздің осы ерекше бала тәрбиелеп отырған аналардың бір трагедиясы деп айтсам болады. Мүгедек бала туылғанда немесе тәрбиеленіп жатқан кезде жарлары, жан-жарлары тастап кетеді. Одан жаңаға өзін жақын туыстары, енесі, басқалары кәдімгі буллит етеді. Содан байғұс аналар самостигматизация дейді, self-stigmatization, өзін кінәлауға түсіп кетеді. Мен бір дені бала туа алмадым, дені бала тәрбиелей алмадым, мен бір жаман адаммын, жаман анамын. Сондағы біздің мақсат ең бірінші, ол ресурсы жоқ ана, ол баласына қалай көмектеседі? Демек, ең бірінші көмектің түрі ол анаға көмектесу. Ананы сол жағдайдан алып шығару. Өйткені ол тек қана ресурсы жоқ, мынау дүние болды, мынау өмір менде бітті, бытшыт болды деген анада ертеңге деген үміт болмайды, арман болмайды. Ондай ана мына баланы қалай шығарады? Одан бүкіл әлем, ел, туыстар бәрі еще оны кінәлайды. Бірақ мен айтарым, жалпы қауымға да, қоғамға да ерекше балалардың туылуы ол тіпті ананың өмір салтына байланысты емес. Өйткені көптеген генетикалық тұрғыдан пайда болатын ауыр диагноздар бар. Яғни біреулер айтады, ой, темекі шексе, арақ ішсе, жаңағы жүрсе, тұрса, осындай бала туылады деп мысалға өтірік жалған ақпараттарды береді. Бұл да дұрыс емес, бұл да жалған нәрсе. Көптеген қазіргі таңда ол үшін жаңағы ғалымдардың мақалаларын оқу керек. Дүние жүзінде көптеген жаңағы зерттеулер жүргізіліп жатыр, мақалалар шығып жатыр. Бұлардың бұндай мысалға аутизм белгілі қазіргі таңда ол ауру емес, диагноз емес, ол сондай бір күй дейді, состояние, ол мидың басқаша жұмыс жасау процестері биохимиялық тұрғыдан. Және ми басқаша жұмыс жасайтын болғандықтан ми бүкіл барлық ағзаны басқарады, дұрыс па? Басқаша жұмыс жасағаннан кейін ол мүлдем басқаша бұл әлемде өзін көрсетеді. Сол себепті олармен жұмыс жасау үшін, олармен қарым-қатынасқа түсу үшін адам көбірек оқу керек, үйрену керек. Біздің мақсат бірден бір сол сондай ата-аналарға көмектесу. Қазіргі таңда ең үлкен біздің жетістіктеріміздің бірі, біз 2022 жылдан бастап Қазақстан халқы қорына жаңаға біз ұсыныс жасағанбыз, жоғарғы оқу орнына түсуге гранттарды алуға біздің ерекше бала тәрбиелейтін отбасыдағы дені сау балаларға берілсе екен дедік. Сөйтіп сол категорияны қосты. Сөйтіп 2022 жылдан бастап миллион теңгеден грант беріледі, 40 мың теңге стипендиясы бар. 3 жылдан бері 850 грант бөлінеді жылда. Биыл 500-ақ грант бөлінді. Бірақ оған да Аллаға шүкір. 3 жылдың ішінде бізде 842 дені сау бала, сиблинги деп атайды. Яғни мүгедек бала тәрбиеленіп отырған отбасыдағы жаңа ағасы, әпкесі абитуриент болып бітіп түсе алмай қалған жағдайда осы грантқа иегер бола алады. Бұл үлкен көмек. Өйткені сол көмектің арқасында мемлекет белгілі бір маманды ала алады, мысалға да, ал отбасы өзінің асыраушысына сосында үміт артады.
ана баласы. Өйткені мысалға кез келген мүгедек бала асырап отырған отбасының үлкен балалары не істейді? Ата-анасы жұмыста кезде ана балаға солар қарайды. Сөйтеді да олар әрине дұрыс мектепке бара алмайды, оқуға түсе алмайды деген сияқты осындай үлкен мәселелерді шешіп жатқан жағдайымыз бар. Одан бөлек біз 3 жылдан асық үлкен лабораториялық клиникаларменен диагностика, сосын мамандарменен жұмыс жасап, былайша айтқан кезде көптеген қымбат ақылы тауарменен қызметтерге біз меморандумдар, договорларға отырып, біздің отбасыларға бүкіл барлық мүшелеріне 30, 40, 50, 80%-ға дейін мүмкіндіктер, жеңілдік алып бергенбіз. Бұл нені білдіреді? Не үшін? Бұл отбасының бюджетін экономдап, сол экономдап қалған ақшасын басқа нәрсеге жұмсау үшін осындай керемет қолдау бағдарламаларын шығарып жатырмыз. Қазіргі таңда бүкіл Қазақстан бойынша біз инвитро, аквалаб, центр молекулярной медицины дейді, генетиктермен жұмыс жасаймыз. Қымбат анализдерді өте арзан бағаға тапсырылады. Сосын инвива, хеликс, одан бөлек біз керемет біздің серіктестеріміз арқасында Қазақстан бойынша былтырдан бастап тегін МРТ 3,5 Тесла бағдарламасыменен мұқтаж мұқтаж отбасылардан шыққан мүгедектігі бар балаларға МРТ тегін жасалып жатыр. Оның бағасы 100 мыңнан асады. Себебі бір күн больницада жату керек, анализ тапсыру керек, оны сиваранмен жасайды және МРТ-ның өзі. Осындай көптеген көмектерді жасап жатырмыз. Одан бөлек біз оқытамыз, жұмысқа орналастыруға тырысамыз. Өйткені айтып жатырмын ғой, ең осындай осал топтарға жатады біздің аналар. Өйткені баласымен отырып жұмысқа шыға алмайды, немесе жұмыс берушілер оның мүгедек баласының барын біле, әрине ол конкурентоспособный емес, оны алмайды. Өйткені бала ауырып қалса, ол жұмысқа шықпай қалады. Ол үлкен риск. Бірақ осындай мәселелерді жайлап біз қазір қоғамды да, үлкен бизнесті да үйретіп келе жатырмыз. Болашақта үлкен жетістіктерге жетеміз деген сенімдемін. Осыны ақпараттандырудың арқасында да, Аклима ханым, сол себепті сіздің жобаңыз бұл өте керемет жобаның бірі. Рахмет сізге. Рахмет. Шынымен де мен келсем, ерекше балалар тәрбиелеп отырған отбасыда тек ата-ана ғана емес, онда өсіп келе жатқан балаларға да психологиялық жағынан әсер етеді. Өйткені өзім көп балалы ана болғандықтан үлкен ерекше баланы тәрбиелеп отырмын. Ол баланың мінезі, кейде айғайлаған қылықтары бәрі басқа балаларыма да әсер етіп жатады. Сондықтан да ерекше балалардың тәрбиелеп отқан отбасыда басқа балаларға гранттардың бөлінуі бәрі көңіл қуантады, өте жақсы хабар. Енді мен сұрақ қойын дегенім, жаңағында ерекше балалар біздің елімізде күннен күнге ерекше балалардың саны өсіп келе жатыр, иә. Бұрындары мысалға 36 бала болса, қазір әрбір 31-ші бала ерекше бала деп айтып жатады ғой. Енді осы ерекше балалар болашақта, мысалға қазір көбінесе ерекше балалардың саны өсіп келе жатқанымен үлкен балалар туралы көп ақпарат айтылмайды. Көбісі айтатын 10 жасқа дейінгі балалар туралы айтылады, көп жерлерде. Мысалға 18 жастан кейін балалар бірен-саран ғана ақпараттық көзіме ілініп қалады, бірақ көбінесе ата-аналар жасырады, айтпайды. Ол балалардың болашақтары туралы біз не болып жатқанын, қайда өмір сүріп жатқанын, қалай өмір сүріп жатқанын көбінесе біз білмейміз. Ол мысалға өзімізге де, өйткені сіз де ерекше баланың анасысыз, мен де ерекше баланың анасымын. Болашағын баламыздың біздің бәрімізге ол үлкен бізге сұрақ, үлкен болашақта оған болашағына деген қобалжу әр ата-анада болады, иә. Енді сіздерде осындай Қазақстан бойынша ерекше аналардың басын ұйымдастырып, үлкен одақ құрып отырсыздар, иә. Осы ерекше 18 жасқа толғаннан кейінгі балалардың болашағы туралы, ол болашақтарына қандай да бір жақсы тұстарын әсер ету туралы қандай жұмыстар атқарып жатыр одақтарыңызда? Керемет сұрақ қойдыңыз, Аклима ханым, рахмет. Қысқаша статистиканы айтып кетейін. Бұрын 100 балаға біреу тұғын. Қазіргі таңда әрбір 36-шы туылатын балаға аутизм диагнозын қойып жатыр. Бұл Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде, өкінішке орай. Ал біздің Қазақстанға келетін болсақ, 738 мыңнан астам мүгедектігі бар жандар бар. Оның ішінде 18-ге дейін, 18-ден жоғары. Соның ішіндегі 200-ден 209 мыңнан астамы бұл 18-ге дейінгі балалар. Соның тек қана бір 190-ында ғана 109-ында ғана мүгедектік статусы бар. Қалғандар реттелінбеген. Оның ең қорқыныштысы, ең 43%-ға дейін
бұл ауылды жерлердегі балалар. Өйткені ол жерде тіпті маман түгілі кәдімгі поликлиникада жоқ. Ата-аналар тіпті білмейді да баласының проблемасы барын. Әйтеуір өсіп келе жатыр. Әсіресе мысалға ауыл өңірлерде, сіз білесіздер, біздің Қазақстанның проблемасы шалғай жерлерде тұратындар тіпті ода проблема барын тіпті білмейді да. Бұл үлкен мәселе. Бұл тек қана бұл қобалжу емес, бұл жанның жарасы деп айтар едім. Болашақта бұл балаларды өскен кезде, осы қазіргі бала кезінде оларды біз әлеуметке қалай интеграция жасай аламыз, қалай қоғамға қосып, олар адамменен бірге араласып, адам сияқты тең мүмкіндіктерде, теңдей қалай өмір сүре алады деген бұл жан жара әр ананың расында да. Дұрыс айтып кеттіңіз. Не себепті қазіргі таңда көбінесе 10 жасқа дейінгі балалар? Себебі 10 жылдан аспайды, енді диагностиканың жақсы болғаны, ата-аналардың сауаттылығы көтеріліп, жаңағы көңіл аударылып, баласының что-то дұрыс емес дамып келе жатқанын байқап, анау не дейді ғой, колокола бьют, қоңырауды жаңағы басып, сондай өзіне жауапкершілікті алып, ерікті аналардың арқасында қазір бұл айқындалып жатыр. Бұл бұрында болған проблема, бірақ бұрын айтылмаған нәрсе. Қазір бұл айтылып жатқан нәрсе, көрініп жатқан нәрсе. Және әрине сіз, біз сияқты аналардың проблемасы, әрине біздің бала ертең өседі. Қайда барады, не болады? Ең өкініштісі, ең сорақысы деп айтар едім. Бүкіл елде бұл проблема. Әлемде проблема. Қазақстанда әсіресе, себебі біз енді кішкене былай дамып жатқан елдердің қатарында болғандықтан, біз енді дамыған елдерменен салыстыра алмаймыз, біз жасалып жатқан жағдайды мемлекеттегі. Бірақ бұрынға қарағанда айтып жатырмын, соңғы 3-4-5 жылда тенденция дейді ғой, жақсыға қарай өзгеріп келе жатыр. Яғни бізді мемлекет тарапынан естіп жатыр, құлақ асып жатыр. Бізді көптеген осы мемлекеттік жұмыс топтарына қосып, біздің үнімізді тыңдап жатыр. Көп нәрсеге қосылып жатыр. Содан қазіргі таңда 18 емес 14-16 жастан бұл қолға жайлап ақырын алынып жатыр. Бізде әлі де нақты ол балаларға мансап беру дейді ғой, яғни профориентация. Нақты бір мамандықты үйретіп, оны әрі қарай жұмыс нарығына қосу деген бағдарламалар енді ашылып келе жатыр. Өйткені егер кәдімгі нейротипичный балаларды алсақ, жол тап деген бағдарламалар бар біздің елде қазіргі таңда. 14 жастан бастап жұмыс жасаймыз деген жасөспірімге жаңағы белгілі бір тренингтерге қатысып, белгілі бір мысалы СММ, видеограф, мобилограф, бариста, официант, тағы басқа көптеген 195 мамандыққа дейінгі мамандықтарды оқытып, тегін еңбек скиллс арқылы мысалға да жұмысқа орналастырып жатыр. Енді осы бағдарлама аясында мүгедектігі бар жаңа жасөспірім мен 18+-тарға да жағдай жасалады деп айтылып жатыр. Нақты бағдарламалар әлі жоқ, бірақ фрагментарно деп айтар едім, яғни үлкен қалаларда бұл пилоттық жоба сияқты болып іске асырғалы жатыр. Біздің тараптан не жасалып жатыр? Біздің тараптан біз бүкіл Қазақстан бойынша қазіргі таңда пилоттық жобаларды Алматы, Астанада басталғалы жатырмыз. Бұл әлеуметтік интеграция жасау орталықтары деп атаймыз. Яғни осында ерекше қажеттілігі бар балаларды 18-ге дейін өзін қамтамасыз ету. Яғни дәретханаға бару, киімін кию, өзіне тамағын салып жеп үйрену, яғни әлеуметтік тұрғыдан бытовой дейді ғой, үй жағдайында өзін қамтамасыз етуді үйреткеннен кейін келесі сатыда ол қоғамға мысалға киініп бір жаққа шыққан кезде қоғамда басқаларменен қарым-қатынасқа түсу, әдеттерін енгізу, сабағын беру, одан нақты бір жаңағы профессия дейді ғой, мамандықты таңдауға қатысты тренинг, курстар, жаңағы академия, профессия, сондай жобаларды ашайын деп жатырмыз біз. Сөйтіп сол жерде біз осы ерекше қажеттілігі бар балалар, жасөспірімдерді оқытып, нақты бір мамандықты, мәселен сөйлемейтін балаға
оған мысалға упаковщик, фасовщик, бариста, официант, мерчендайзер, яғни сөйлеудің қажеті жоқ мамандықтарды үйретіп та бизнеспенен келісіп, мысалға компанияларға сіздер осындай, оларды өздерінің KPI-ларын жабу керек, мүгедектігі бар адамдарды алу үшін 2%-ға дейін олар алу керек өздеріне, иә. Сіздер алыңыздар, біз сіздерге маман дайындап береміз деп, оларменен де тығыз жұмыс жасауымыз керекпіз. Және бұл үлгіні басқа да мемлекеттік емес ұйымдар, басқа ата-аналар да осыны қолдау керек. Одан бөлек жаңа бір жобамыз басталғалы жатыр, бұйырса қыркүйек айында Шымкентте алғашқы инклюзивті сән шеруі Асыл жүрек академиясын біз паш етеміз, презентациясын жасаймыз. Ол деген бүкіл Қазақстан бойынша ашылып жатқан жоба. Осындай ерекше қажеттілігі бар балаларды фэшн индустрияға тарту. Яғни оларды подиумда жүретін модель жасау, фото журналдарға түсетін рекламный модель жасау. Өйткені сөйлемейтін аутизм бар, мысалға балаларымыз, олар өте сүйкімді, өте сұлу, өте көрікті. Олар кәдімгі любой рекламны билбордқа түседі, рекламаға түседі, тіпті олар жұлдыз бола алады. Одан бөлек ең маңыздысы, олар соныменен кәдімгі нәпақасын, ақшасын тауып, дербес өмір сүре алатын мүмкіндік алады. Сол себепті біз әр осындай өңірлерімізде сондай мектептер ашып, академия ашып, кәдімгі педагог, хореографтарды тартып, біз соған ата-аналарды шақырамыз. Балаларыңызға осындай керемет мүмкіндік жасайын десеңіздер, біздің одаққа келіңіздер, қосылыңыздар. Осындай модельдерді, болашақ фабрика звезд дейді ғой, жұлдыздарды шығарайық. Не себепті біз, мысалы, дүние жүзінде фэшн индустрия, фэшн уиктар, фестивальдар өтеді, бірақ инклюзивті жоқ. Биыл, мысалы, біз алғашқы инклюзив велозаезд жасадық Алматыда. Бұйырса келесі жыл біз халықаралық деңгейге шығарайық деп жатырмыз. Бұл алғашқы рет өтіп жатқан, яғни ерекше қажеттілігі бар балалар мен дені сау балалар, ата-аналар бәрі қосылып кәдімгі велосипедпен жарысты. Бұл алғашқы рет Қазақстанда болған нәрсе. Содан ол да осы менің идеямнан туындап отыр. Біз де бұйырса осы Асыл жүрек академиясын дамыта отырып, сіздің арқаңызда, осы подкасттың арқасында мен ресми түрде жариялап отырмын. Бұйырса біз де республикалық және халықаралық инклюзивті фэшн уиктар, фэшн фестивальдар жасайық. Бүкіл әлем жұлдыздары, біздің жұлдыздар, осы біздің балаларымыз жетектеп шығуға, біз де қатысайықшы деп келетінге жетейік. Бұл үлкен арман және бұл шынайы болатын армандардың бірі. Соған сіздер шақырам, бірін-бірімізді қолдап, балаларымызды шығарайық осындай деңгейге. Не себепті біз оларды жасыруымыз керекпіз? Не себепті біз олардан қорқуымыз керекпіз? Бұндай жобалар бірден бір дәлел, біздің балаларды қоғамның сондай теңдей жарқын жұлдыздар бола алады. Бақытқа ие олар. Өйткені олар кінәлі емес сондай болып туылғанына. Ешкім кінәлі емес. Бірақ олар бақытты болуға лайықты. Керемет. Шынымен де ерекше балалар өте сұлу, әдемі болып келеді негізі, шынымен де. Қанша ерекше балалар, періште ғой олар. Олар мысалы өтірік алдай алмайды, қалай бар сөйтіп көрсетеді бәрін. Мүмкін содан кейін әр ерекше бала шынымен де сұлу, өз әлемінде жүргенмен өте сұлу. Енді мен сұрақ қойғым отыр, жаңа ата-аналар туралы. Сіздер ерекше балалардың ата-аналарын тураймыз. Мысалға ата-аналар осындай ерекше балалармен күнделікті үйде отырады, 24 сағат бойы жаңа ерекше баланың бүкіл психология жағынан болсын, мораль жағынан болсын, барлық ауыртпалық ол ата-анаға түседі. Ең бірінші ол анаға түседі. Аналар жаңа ерекше балаға қарау үшін қандай да бір ресурста болу керек. Қазір көп ата-аналар, ерекше ата-аналар қандай мысалға ресурс жоқ, көбісінде онда. Өйткені мен ерекше балама Инстаграм жүргізгенде маған дайректке көп ата-аналар жазады, әр ата-анадан аңғарғаным, көп ата-аналар ресурссыз. Яғни бүкіл күші, бар күш қуаты, энергиясы жаңағы балаларына кетеді. Балаларына да кетеді. Өйткені бір емес, екі аутист баланы тәрбиелеп отқан аналар бар, жақында жазды, 3 баламды мысалы ерекше еді. Бір ата-ана жазды, 2 баламды ерекше. Мысалға бізде бір ауыртпалық болса, ата-аналарды 2 есе ауыртпалық, кейбірінде 3 есе ауыртпалық. Біз бір балаға мысалға әзер ресурс тапсақ, мен ол ата-аналар тіпті 2-3 балаға, білмеймін енді қалай ондай балаға ресурс өте қиын, ауыр анаға. Мысалға біздің елімізде мен аңғарғаным, аналарға арнайы жаңағындай психология жағынан қолдау жоқ. Мысалға әр ана анда-санда айына 1-2 рет болсын психологқа барып, мысалға өзінің эмоциясын шығарып, ойын айтып, жүрегін тазалап, миын тазалап, ондай орта жоқ.
өйткені мұндай орта болса тіпті жақсы болатын еді. Мысалы асыл мирасқа ерекше балаларды біз жылдап кезекке қойып оны күтіп әйтеуір ата-аналар апарады ғой. Ата-аналар өздері де баратын, егер сондай орталар болса, мысалы аналарға да, аналар да жазылып кезегін күтіп, 1 ай болсын 2 ай болсын, мысалы барса ата-анаға үлкен көмек деп ойлаймын. Өйткені ресурс, жаңағындай психологпен жұмыс жасаған ол басқа нәрсе. Қазір ата-аналар көп қалай жасайды? Көбінесе өткенде айтылды осы туралы, өздеріне антидепрессант ішетін, мысалы, аналар бар. Невропатологқа барғанда өздеріне дәрі сұрап алатын аналар бар. Ол әрбір ерекше, әр ата-ана сондай деп ойлаймын. Өйткені өз басымызда болған түсінемін. Осыған байланысты аналарға қолдау қандай болмақ? Осы аналардың жаңағы психология жағынан, моральдық жағынан қолдау. Өте ауыр тақырыптардың бірі, мәселенің бірі. Және Аллаға шүкір, Алланың қалауымен оған да жауап таптық. Әрине, ең үлкен сондай қайғылы жағдайлардың бірі жалпы стереотип қалыптасып кеткен. Бар ауыртпалық бала тәрбиелеуінде басымдылық әйелге түсіп кетеді. Бірақ ол дұрыс емес, ол қателесу. Ол анасы қалай жауапты балаға, әкесі тура дәл солай. Бұл мәселе баяғыдан келе жатқан тарихи десем де болады. Біздің менталдық жағынан болса да қазақтардың емес, ал жалпы Қазақстанда постсоветский пространство дейді ғой, қалыптасып кеткен, көбіне әйелдердің проблемасы болып кеткен. Бұны жалпы көзқарасты өзгерту керек. Жайлап өзгеріп келе жатыр. Әке де баланың тәрбиесіне атсалысу керек, көмектесу керек. Және әке де сол анаға көбірек түсетін салмақты түсіне отырып, әйеліне көбірек көмектесу керек. Ал бар шындығына келетін болсақ, мына статистика көрсетіп жатыр. Олар тастайды да кетеді, проблеманың бәрі әйелмен қалады. Ол жаңадан қайтадан холостяк болып кетіп қалады мысалға да. Бұл деген, мен айтар едім, мемлекет тұрғыдан бұл кәдімгі саясат болу керек. Яғни, ер азаматтардың сана сезіммен жұмыс жасайтын сондай бір саясат болу керек, политика, который менять ететін, вот эту парадигму, что тек қана әйел ғана міндетті емес, баладан кәдімгі керемет азамат шығару, ол әкенің де жаңағы жауапкершілігі. Бұл бір мәселе. Енді психологиялық тұрғыдан әйелге қажет нәрсе әрине бұл қолдау. Өйткені өкінішке орай әйел, жаңағы айтып жатырмын ғой, самобичеванияға түсіп кетеді дағы. Ол өзінің адам екенін ұмытып кетеді. Бірінші ол адам, сосын ол әйел, сосын барып ол қыз, жар, ана. Көрдіңіз ба? Соны ұмытып кетеді. Яғни, біздің аналарымыз санасында ой жоқ, что бірінші мен пайда болдым, сосын бар бала пайда болды. Олар бірінші орынға баланы қойып қояды, бүкіл баланың мүддесін жасайды. Ал біз айтамыз, көрсетеміз және көмектесуге тырысамыз. Бірінші ана өзін ойлау керек, өз ресурста деген, яғни ең бірінші ұйқысы қанып тұру керек, көңіл күйі жайында болу керек, өзін қалаған нәрсесін жасай алуға мүмкіндік болу керек, өзінің ақшасы болу керек. Өйткені өзін жағдайын жасау үшін ақша керек қой, дұрыс па? Спаға бару үшін, тіпті баняға барып келу үшін, бір жаңағы косметолог, визажистке бару үшін ақша керек. Көрдіңіз ба? Осы мәселелерді кім қамтамасыз ету керек? Еркек қамтамасыз ету. Ал еркек жоқ болса, әйел өзі тырысу керек. Яғни біздің мақсат, сен балаңды алып емдете бермей, бала да шаршайды. Кішкене бұл жерде психологиялық қабылдау деген нәрсе бар. Ең үлкен ерекше балалар тәрбиелеп отырған аналардың проблемасы, сіздер балам ерекше деп қабылдамайсыздар. Егер қабылдасаңыздар, сізге жеңіл болады. Білесіз бе неге? Өйткені сіз оны өзгерте алмайсыз. Әлемде біз өзгерте алмайтын мәселе өте көп. Оны не істеуіміз керек? Біз өліп кетпеу үшін, жаңағы эмоционалдық немесе нервтік күйзеліске жетіп, өзіміз жынды тентек болып кетпеу үшін не істеу керек? Просто жібересің, отпускать етесің. Сен оның ерекше екенін қабылдаған кезде, жеңілденесің дағы, салқын ақылменен отырып жоспар құрасың.
мына маманға барам, мына жаттығуды жасаймын, өзім жынды болып кетпеу үшін мына психологиялық жаңағы көмекті алам, мына топтарға барам, мына НПО-ға барам, мен сияқты аналарды тауып, өзім ортамды табуым керек ең бірінші. Өйткені тек қана ана ресурста болады, өзі сияқты әйел үшін деген ұғым бар психологияда да, женщина для женщины. Өйткені әйелден басқа ешкім түсінбейді. Сол себепті осындай баласы, сенің балаң сияқты баласы бар ананы тау, кәдімгі араласып сөйлесіп, өйткені ол қалай бұл стресстен шығады, ол қалай баласымен жұмыс жасайды, ол қалай жынды болып кетпеу үшін оның қандай лайфхактары бар деп кәдімгі араласу керек, сөйлесу керек, айту керек, қорықпау керек, ашылу керек. Мен оны әр уақытта психологтерге айтамын, проявление дейді. Яғни сен аузыңды ашса ғана сен кім екенін таниды. Ал егер үндемей өзің үйде отырсаң, ішіңнен күйіп осылай өле бересің. Сыртың бүтін, ішің түтін болып өліп кетесің бір күні. Қаншама ана өкінішке орай, мен мысалға енді жылатқым кеп тұрған жоқ, бірақ біз жылда жаңа жылдық акцияны өткізген кезде, мысалға 3 жылдан бері біз 12 мыңнан астам балаға 300 миллионнан астам жаңағы сыйлықтар сыйланды. Керемет акциямыз бар. 20 мың теңгеге дейін сыйлықты алып береді. Ерекше қажеттілігі бар баланың армандаған сыйлығын. Мысалға, біз кәдімгі алтын көпір сияқтымыз. Біз сол балаға сыйлықты жасайтын адамдарға открытканы береміз, ол өзі сатып алады, ана балаға апарып сыйлайды. Соның арқасында кішкене де болса да адамдар беті бұрылып, өзінің өмірінен қандай мұқтаж, қиын жағдайда өмір сүріп жатқан отбасылардың жағдайын көріп, кәдімгі көмектесіп, міне нағыз инклюзия, яғни мен көмектесе аламын, істей аламын деп біз ашып беріп жатырмыз. Соның арқасында аналарға үлкен мүмкіндік болып жатыр өз мәселесін айту. Соны айтқым келгені, жылда бізде мысалға 10 балаға дейін қайтыс болып кетеді, подаркасын алмай. Немесе подаркасын алып январда қаңтарда қайтыс болып кетеді. Биыл бізде 24-ші жылы 4 ата-ана қайтыс болды. Жүрегі тоқтап қалды, инсульт болды, инфаркт болды. Жап-жас 34, 36. 50-ден сәл асқан. Өте қорқынышты. Әрбір не алған мен өзім жылап алам. Мен өте эмоционалды, болмайтын нәрсе жылай салам. Жүрегім сондай нәзік та, бірақ өйткені мен я чувствую эту боль, да, Клима. И прям мен көтере алмаймын, потому что менің өзімнің көп нелерім бар, рухани ұстаздарым бар, өзім Құран оқимын. Маған ресурс беретін метод пен технологиялардың бәрін пайдаланамын. Соны бәрімен бөлісуге тырысамын. Өйткені менде де дәл сонда ой туады кейде. Ұйықтаймын, азанда тұрам, бұл бәрі түс сияқты бітеді деп. Өйткені өкінішке орай әр ана айтып жатырмын, өз тозағын өмір сүріп жүреді. Бірақ егер сол түңіліп негативке кетіп қалсам, мен кетіп қалар едім. Реально мен может бір жындықанадан шығар едім, может реально инфаркт болар едім, инсульт болар едім. Бірақ әйтеуір көрер күнім бар, осы балаларым бағына қарай Алладан күніге дұға етіп тілеймін мен. Шешім жоқ нәрселерді түсінде жатамдағы, азанда шешім берші деп Алладан тілеймін дағы, жатам азында шешіммен тұрам. Сөйтемдағы мен бірінші балаларымды шынайы жақсы көрсем, мен өзім амандығымды ойлауым керек, амандығымды тілеуім керекпін. Соны мен құрметті аналар айтқым келетін. Егер сіздер шынайы балаларыңызды ойласаңыздар, сіздер бірінші орынға өздеріңізді қоюларыңыз керексіздер. Сол себепті көмек сұраудан ұялмау керек. Аллах тағалам солай жаратып қойған. Адамның күні адам мен адамға себепші. Сіздер өздеріңіздің қандай жағдайда екендеріңізді айтпасаңыздар, ешкім білмейді ғой сіздерге көмек керектігін. Сол себепті айту керек, жар салу керек, көмек сұраудан ұялмау керек. Сонда ғана сіз аман қаласыз, сонда ғана сіз жынды болып кетпейсіз, сонда ғана сіз ресурста бол, ресурстағы ана ғана баласына көмектесе алады. Ал ресурстағы ана ол самореализованный дейді да, яғни өзінің қалаған жұмысын тапқан, ортада сыйлы болған ана көзі жарқырап жүреді, ол көзі жарқырап ананы бала көрген кезде ода да үміт пайда болады. Мен бұл анама оказывается ауыртпалық емес екенмін ғой. Өйткені сіздің күнделікті жылап жатқан, мен өлем деген ойларыңызды бала түсінбесе де сезеді ол. Сезеттігі ода да ресурс болмайды реабилитацияға жақсы болып түзеліп кетуге. Ол ішінен ойлайды екен бала. Менің көрген сайын анамның жаны қиналады екен, значит мен оған ауыртпалық не Құдай мен алып кет деп тілейді ондай балалар. Тіпті мен сізге айтайын. Ал егер сіз қуанышта жүрсеңіз әр уақытта, бала түсінеді. Ана менің анам болғанына бақыт екен.
мен де тырысамын одан беспедір күніге оның күліп жүруіне мен де септігімді тигіземін деп балада да кәдімгі прогресс жүреді. Оны көптеген аналар дәлелдеп айта алады. Мен де сіздерге айтайын, мен күйзелісте болған кезде мен баламда откат регресс жүреді. Мен осындай проект, жоба жарқырап жүрген кезде менің балам да параллельно кәдімгі прогрессте болады, дамиды, кәдімгі күшті болады. Яғни ол не дейді? Кішкене сәл шетке тұру керек дағы, отпустить надо. Ана айтады ғой, көп аналар сол ана реабилитациясы жүреді, өзін ұмытып тозып кетеді. Әрине тозған әйелге кешіріңіздер, любой еркекті қарамайды. Бұның бәрі байланысты. Сол себепті арасында да аналарға көмектесетін, ресурс беретін орталықтар жоқ Қазақстанда. Өте аз. Болса да олар қымбат, бағалы. Бағаға да ақыға беріледі. Ал мемлекетке айтарымыз және біздің жасап жатқан нәрсеміз хотя бы сондай бір единый колл-центр болса. Мысалға 102 сияқты, 116 сияқты, ана күйзелісте звондайды дағы, оның психолог жұмыс жасайды, тегін. От күшті болар еді. Сосын жаңағы әйелдер орталығы деген сияқты. Сондай орталықты біз ашып жатырмыз Алматыда. Жалпы менің орталықтарым бәрі сондай. Баласын алып келеді, бір жағында балалары жұмыс жасайды, мына жағында ана өзі кофесін ішеді, жұмысын жасайды. Кәдімгі 4-5 ата-ана жиналады мысалға, балалар ана жерде ойнап жатады тренерменен немесе нянечкаменен. Бұлар өздері жаңағы әңгімесін айтады, шерін тарқатады, кофесін ішеді, кішкене де болса да оның өзі мысалға әйелге айтады ғой, ортаны ауыстырса оның өзі демалыс дейді да, смена обстановка уже отдых дейді да. Сондай орта біз қазір жасалғалы жатырмыз, және сондай ортаны басқалар да жасаса екен деп, әрине біз сол үшін жұмыс жасаймыз. Біздің филиалдар арқылы сондай орталықтар көбірек ашылады деген мен сенімдемін. Рахмет сізге үлкен, осындай келіп подкастқа қатысып, өзіңіздің ойыңызбен ата-аналарға керемет мотивация беріп, ерекше ата-аналарға үлкен осы подкастты тыңдаған әр ата-ана үлкен ресурс алады деп ойлаймын. Өйткені керемет те ойларыңызбен бөлістіңіз. Рахмет сізге, еңбектеріңіз жана берсін, өсе берсін, ерекше балалардың ата-аналары қуанып, ерекше балалар дамып, қатарға қосылып кете берсін.